Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді және де биік болып шығатын круассандар жасайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен ыдысымызға суымызды, сүтімізді, қантымызды, дрожжымызды және де тұзымызды салып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымды осылай бетін жауып, көтерілуге 1 сағатқа қойған болатынмын. Және де қамырым осылай болып, әдемі болып көтеріліп шықты. Қолымды шамалы майлап алып, қамырымды бөлуді бастаймын. Қамырымды осылай дөңгелетіп рулет сияқты қыла отырып, 7 бөлшекке бөліп аламын. Әрқайсысын домалата отырып илеп, тындырып қоямын. Тынып тұрған қамырларымды әрқайсысын күлшелеп жаятын боламын. Күлшелеп жайған қамырларымның ортасына үй температурасында тұрған сары майымды жағып, бірінің үстіне бірін қойып шығамын. Сіздер көріп отқандай, сары майды барлық жеріне жағып шығамыз. Осы әдіспен күлшелерді бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар. Алдын ала үлкен рахмет. Барлығы жиналған қамырымызды үстіне баса отырып, оқтаумен ысып, осындай формаға келтіріп, рогалики тәрізді етіп кесіп бастаймыз. Рогалики тәрізді кесілген қамырымыздың үстіне сгущенкамызды салып орауды бастаймыз. Бұл жерде мен бір қасықтан сгущенка салған болатынмын. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша джем, я болмаса шоколад салсаңыздар болады. Осылай оралып болған круассандарымды форманың үстіне жайғастыруды бастадым. Сіздер я майлап, я болмаса пергамент қағаздарын қолдансаңыздар болады. Менде осылай 7 штук круассан шығатын болады. Енді осы круассандарды пешке салмас бұрын үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Круассандарымызды осылай пешке 180 градусқа қызарғанша 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Міне менің круассандарым дайын болды. Круассандарым үлкен көлемде әдемі болып қызарып пісіп шықты. Егер де қонақтарға ұсынатын болсаңыздар, осылай үстіне сахарный пудраны сеуіп қойсаңыздар болады. Круассандарым сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жақындарыңызды қуантыңыздар.